құрметті оқырмандарым, қош келдіңіздер менің арнама. Сіздерді бүгін келе жатқан 8 наурыз мерекесімен әйел қауымының қыздар келіншектерді құттықтаймыз. Осылай жігіттер де өзінің жұмдастарын, қыздар, әйелдер қауымын осылай құттықтап жатыр. Арнама лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып қалдырып отырыңыздар. Енді бұл жерде Бауыржанның анасы ойламаған жерден Бауыржанға тосын сый жасады, құттықтап келді. Бұл жерде көрініп тұр, Бауыржан қалай жақсы көретін анасын құттықтап, сөйтіп біз қалаға шықтық, бір тамақ ішейік деп. Осы БР автоға риза боламын да. Керек па? Мә, брат, машина анау-мынау водительмен беретін кездер болады. Қалайсыздар жалпы? Аллаға шүкір, бәріміз орында қалу. Әдем. В общем, Шымкентте машина керек болса, осы аккаунтқа хабарласыңыздар. Любое время 24 сағат жұмыс істейді ғой. Осы осындай машина таңдадым. Гүлжан да енді Шымкентке келіп қалып отыр. Мына жерде Шымкентте енді ол өзінің қыдырып жүрген моменттер салады ғой, бірақ оқырмандар ойлайды оны. Ол қыдырудан қол босамайды сондай. Негізі ол для контент үшін ғой, сөйтіп қыдырып жүрген жерлерді көріп шығарып салып отыратыны. Бұл по работе Шымкентке келген екен Гүлжан. Сөйтіп именно балдармен, достарымен бас көтеріп жүрген уақыттарын сөйтіп өткізіп жүрген күн уақыттарын салады. Наконец-то бүгін Гүлита бізді ауызашарға шақырған, енді қазір келу бұйырған екен. Сізге кішігірім сыйлық. Бұдан да көпке лайықсыз. Ой, рахмет. Арка екеуміз келдік. Пойдемте. Кеттік. Гүлита тем, как всегда, дастархан жайнатып қойып бізге. Күшті отыр. Рахмет сізге Гүлита те. Ас болсын. Нам бәрін қайда сыйдырамыз дейміз ғой. Уже біз жаңа первый ішіп қойдық еще. Первый сорпа ішіп, тәте сорпа заказ беріп қойыпты. Негіз Марикон да шақырған. Марикон жұмыстары болып қалды. Сен келе алмай қалды. Марикон хотела чуть-чуть настроение поднять, кішкене болса да. Ондай адаммен оны уайымдетуге де болмайды Мариконға. Она же сама видная же. Ондай мен жазып қойған вообще комментарий оқымағанын білмеймін. Ондай түкке тұрмайтын адаммен Марико, сен өзіңді құртпа, сен намного на лучшее, достойно. Да. Пирса. Соғы. Молодец, Марико. Бәріміз айтып жатырмыз ғой. Мықты, әйтеуір, сынбай, күшті рухани мықты қыз екен. Ештеңеге дес бермей күліп жүретін. Сондай. Ас болсын бізге. Тадам! Дәл осындай дайсындар алу арқылы сіз бір дайсын адам саны өте асыра. Скоро любовь, скоро весна. Аха. Веснаның уже 8-ші күні болайын деп жатыр, бірақ бізде қар. Қолымда айге пакет ішінде біраз нәрсе бар еді. Жұрттардың қолында Apple'дың пакеті, қараңыздар. Айспейстікі біздің қолымызда айген. Күшті. Придя в город Нинава и поднявшись на тот же холм, пророк Юнус, алейхиссалям, обратился к народу и громким голосом сказал: «О люди, произнесите вместе со мной Негізі менде алдын өзімнің дайсыным болатын, өздеріңіз білесіздер, ойбай деп анпайкинг жасағаным ұзаққа созылмай, бұл деген 1 жылға жетпей бұзылып қалды. Бұзылғанын қоя беріңіздер. Енді бұл жөндеуге де келмейді. Бұны енді мусорға тастайын, басқа амал жоқ. Бұған не гарантия алмағанымен.
Қыздар енді қараңыздаршы, осы насадка арқылы осындай әдемі локон шықты. Яғни күнделікті өздеріңізге жасағанға өте таптырмас нәрсе деп ойлаймын. Негізі әрбір қызда бір Dyson болған. Бұл жолы мен Дайсонды Хая кезеттен тапсырыс бердім. Гарантия. Сонда сізді қанқар жаппайды. Зато құлап бара жатып айтып. Зато тез жетті. Бүйтіп бір. Қырамыз қолында үлкен құжаттар бар сияқты. Жәбірленушінің анасы келіп жасаңыз болады. Сіздің осындай мына бір қызыңыз, шынымен сіздің қызыңыз ба? Или ДНК сараптамасын жасатайық па? Жасатайық. Сіз бізге айтқан екенсіз, мен бұл қызды негізі асырап алдым деп, сол ақпарат рас па? Я принесла. Ал енді біз сөз кезегін бұл жерде неге жүргені белгісіз өрт сөндіруші ханымға береміз. Келіңіз. Ондай болған жағдайда олға біз 5 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылу шарасы Қазақстан құқық қорғау жөнінде қыз просто тана көзін сүзбесе бұқар просто міне распутная девица. Міне ашық шашық киініп жүретін өзі. Бұрында 90 жылдағы маленькая. Достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге бір жаңалықпен бөліскім келіп отыр. Негізі қазір просмотр стористегі қанша деп барлығын сұрап жатсыздар. Осы жерде тастап кететін боламын. Реклама жөнінде менің екінші аккаунтыма. Март далада мынандай қар жауып жатыр. Ешегіңді сат. Сен шымар, ешегіңді сат деген не бар еді. Ешегің ақшасына гитар алып тарт деген. Осындай приколға жақын. Жүрма мына жақында өтіп. Мынау не қар мынау? Қыздардың бәрінің несі ғой мынау? Жылауық қыздардың қары ғой, жылауық. Жылауық қыздардың. Салқын еще, иә? Жоқ, жылы. Мама екеуміз тамақ жеуге. Ал достар, мен енді ғана үйіме жеттім. Маған эфирде осындай Сабринадан өте әдемі гүл шоқтары келген болатын. Рахмет, үлкен жаным сол. Бұдан бөлек міне Сержанның мамаға берген гүлдері. Мына жерде тоже әлі өлмеген гүлдер тұр. Ой, су екен. Мына жерде өзімнің осындай 5 жыл өлмейтін гүлім бар. Одан кейін бүгін бізде қосылашта енді 8 наурызға берген осындай комплект уход беріпті. Шашқа арналған, как раз менің шашым кішкене проблемный и шампуньім де бітіп жатыр еді. Сондықтан күшті болды. Вот осындай бір зона болып тұр гүлдермен. Күшті, шикарный, рахмет барлығыңызға. Гүл алған кезде менің көңілім негізі осындай состояниеде көрем деп сондай оймен ғана түседі. Бірақ қараңыздаршы, мынау әлі ашық, әлі әдемі болып тұр. Мынау алдында кішкентай болып тұрған еді вроде. Сол гүл, иә. Кішкентай болып тұрған осылай ашылыпты. Бірақ мерекеміз келіп жатыр. Құттықтаймын барша қыз, келіншек, әйел азаматтар. Құттықтаймын сіздерді мейрамдарыңызбен, әр қыз баласына, әр әйелге. Айтып жатырмыз. Бүгін Айгүлдің көңіл күйі болмады, ал менің уақытым болмады деп айтып қояйын. Айгүлдің сыйлықтардың бәрін жігіттер жан-жаққа тасып жатыр. Иә, өте көп гүл келді бүгін. Риза болып отырмын. Енді күшті болып Күнделікті киюге арналған бөріктер. Мына бөріктің қандай әдемі, қараңыздаршы қыздар. Кез келген жерге, оразаға, наурызда, кез келген
жалпы үйге келіп мыналарды бүйтіп реттеп қойып жатырмын да, енді осылардың бәрін жинайтын боламын. Сіздердің маған жазған тілектеріңіз, кейін мысалы есіме алып отыратын боламын. Мынау кішкене су болып қалыпты, сонда да үстіп андай. Айгүл, иншалла осы жерге саған да келу нәсіп етсін. Екі балан ауырмасын, мықты болып ауырмай. Ал жалпы мен дайындыққа келдім. Дайындыққа келіп, помните, мен алдында бір тайске ананас жеген болатын, сол маған ұнап қалған болатын. Енді соны Рысбекті шақырып айтып, иә, дайындық кезінде кішкене бір не болсын деп уже біреусін жеп кеттім. Мінекей қараңыздар. Алдында 5 штук еді, қазір 6 штуктан беретін болыпты. Үлкен еще. Енді дәмі алдыдағынан да бір тәттірек. Еще қазір скидка болып жатыр, қазір скидкамен болып жатыр, ораза айына сіздерге скидка болып жатыр. Ауызашардан кейін бір десерт жегілеріңіз келеді ғой, бір тамақ құртқанға деген сияқты, соған бір күшті. Еще 7 март міне келіп тұр тоже қыздарыңызға, болмаса әпкелеріңізге. Тем более сен скидкамен да. Кстати, достар, қазір ораза айына 5990 сатқанбыз, қазір 3990 сатқанбыз, достар, ораза айына. Еще пустой сладок поедет. А мне деньги. Что? Креатив. Қайырлы кеш болсын. Қазір мен сіздерге өзім айтып жүрген Пенко сайтын қалай сақтап алуға және ең тиімді, ең оңай тәсілін көрсетемін, және де өзім артынан ойнап та көрсетемін. Мұқият жазып алыңыздар, қарап алыңыздар дегім келеді.